Сегіздің әдебиетін оқып жатырсың ба, Саян? Иә. Сенімсіздеу жауап бердің ғой. Қай жеріне келдің? Жарайды. Әдебиетті ысырып қоюға болмайды. Әдебиетті біледі екенмін деп те ойлауға болмайды. 8-ші сыныптан бастап дарында оқып жатырмын. Мен бәрі есімде деуге де болмайды. Қайталаймыз міндетті түрде. Біз бүгін 8-ші сынып бойынша 3-ші бөліміне келдік әдебиеттің. 3-ші бөлім Міржақып Дулатұлынан басталады. Міржақып Дулатұлы білеміз, Алаш қайраткерлерінің бірі. Жалпы осы Алаш партиясын құрушы 3 үлкен ірі тұлға болса, соның бірі Міржақып және Әлихан Ахмет екенін біз білеміз. Сонымен қатар Міржақып Дулатұлы 5 арыстың бірі. 5 арыс дегеніміз кім еді? Олар Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, Шәкәрім. Және 5-шісі кім еді? Ахмет. Осы бесеуі. Бұл бесеуін біз неге 5 арыс деп айтатын едік? Өйткені бесеуі бірге 1988 жылы бір жылы ақталғандар еді. Дәл осы 5 арыстың қатарында бар Міржақып Дулатұлы. Ол ақын, жазушы, қоғам қайраткері, публицист, ұстаз және ғылыми еңбектері де бар. Міржақып Дулатұлын жалпы оқуға алып келіп берген адам оның ағасы Асқар деген кісі болған. Осы оқудан ары қарай Міржақып Дулатұлы ғылым білімге деген өзінің құштарлығы артып, одан әрі осы қазақ еліне қызмет етумен айналысты. 1913 жылы Ахмет Байтұрсыновпен бірігіп, ол Қазақ деген газетті шығарды. Бұл газет 1913 және 18 жылдар аралығында 5 жыл көлемінде жарияланып тұрды. 1928 жылы Міржақып Дулатұлы ұсталады. 30 жылы 10 жылға сотталады және 35 жылы қайтыс болады. Міржақыптың енді қандай еңбектері бар? Оның ең ірі еңбегінің бірі ол Оян қазақ деген жинағы. 1909 жылы Қазан қаласында басылып шығады. Дәл осы жинақ, оның осы Оян қазақ деген өлеңінің атауымен аталған. Бұл өлеңінде Міржақып қалың ұйқыда жатқан қазақ елін оятқысы келді. Оян дегендегі оның айтқысы келгені көзіңді ашып, оқуға, ғылымға, білімге ұмтыл дегенді айтты. Кейін Бақытсыз жамал романын жазды. Бұл роман қазақ әдебиетіндегі роман жанрында жазылған тұңғыш еңбек. Яғни қазақ әдебиетіндегі ең алғашқы роман Бақытсыз жамал. Авторы Міржақып Дулатұлы. Дәл осындай сұрақ тестте болады. Бұл романды 1910 жылы жазып жариялайды. Кейін 1913 жылы Азамат деген кітабы, 15 жылы Терме деген жинағы жарық көреді. Дәл осындай әдеби көркем туындыларынан бөлек, оның есеп құралы, қирағат кітабы деген еңбектері бар. Сіздер білетіндей, дәл осы 20 ғасырдың бас кезеңінде барлықтың алаш қайраткерлерінің алдында үлкен міндет тұрды. Ол қазақтың ғылымын қалыптастыру және қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру. Осылайша барлық ғылым бойынша кенжелеп қалған қазақты ғылымын кішкене алға сүйреу. Осы тұрғыда Әлихан Бөкейханов кімнің қай ғылым саласына икемі бар, соған сәйкес тапсырма беріп бөліп береді. Мысалы, Мағжанға педагогика еңбегін жазуға ұсынады, Жүсіпбек психологияны жазады. Ахмет Байтұрсынұлы тіл мен әдебиеттің ғылыми еңбектерін жазып қалыптастырады, тіл құрал мен әдебиет танытқышты. Сол сияқты Міржақып Дулатұлына осы математикалық бағыттағы кітапты жазу керек болды. Осы тапсырманың орындау барысында ол есеп құралы және қирағат кітабы деген еңбектерін жазып шығады. Сол арқылы олардың барлығы да ұстаз болған, барлығы дерлік осы Алаш партиясының өкілдерінің ұстаз бола жүріп, осындай еңбектерімен олар оқушыларды оқытып, көзін аша бастады. Жаңа айтып өткеніміздей кейін қазақ газетін шығаруға атсалысты. Және өзінің осы таршылық халіміз хақында аз мінәжат деген туындысы бар. Сонда өзінің негізгі ұстанымын көрсетеді.
яғни бұл туындысында ол сайлау жүйесін әшкерелейді. Ескі жүйеден құтылудың жолы өнер мен білім деген түйін шығарады. Ескі жүйе деп отырғанымыз жаңағы қанаушылардың, халықты тонаушылардың жүйесі ғой қалыптастырған, соған қарсы шығады. Сонымен қатар бірінші Рақыптың сырым, мұң және арманым деген өлеңдері оның ақын ретіндегі және адам ретіндегі негізгі кредосын танытқан өлеңдер болды. Дәл осы ақпараттарды да дәптерге жазып жаттап аламыз. Өйткені кәдімгі оқулықтағы сөзбе-сөз сөйлем сұрақ болып келуі мүмкін. Яғни Міржақыптың негізгі кредосын танытқан өлеңі немесе өлеңдері деп. Сонда біз осы сырым, мұң және арманым өлеңдерін жаттап алуымыз керек. Атауларын ең болмаса, иә. Міржақып Дулатұлының 8 класстың әдебиетінде берілген шығармасы Бақытсыз жамал романы. Бұл жаңа айтып өткендей қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман. Көтерілген басты мәселе әйел тағдыры. Дәл сол кезеңде жазылған Спандияр Көбеевтің Қалың малы, Жүсіпбек Аймауытовтың Ақ білегі сияқты, тағы да сол кезеңдегі жалпы Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлуы бар дегендей, яғни бірнеше осындай көлемді туындылар, романдар және поэмалардың ортақ тақырыбы болған нәрсе ол кезде әйел тағдыры, әйел теңсіздігі болды. Өйткені сол кезеңде дүрілдеп тұрған қызыл үкімет, яғни кеңес үкіметінің де басты қозғаған мәселесі осы әйел теңсіздігі деген мәселе болды. Сол кездегі әдебиеттегі социалистік реализм деген әдіс бойынша, яғни үкіметтің талабы бойынша қазақ барлығы бірдей қызын малға сатқан опасыз қылып көрсету керек болды бір жағынан, және барлық шығармалардағы жаман жағымсыз кейіпкерлер олар байлар, ал сүйкімді жағымды кейіпкерлер олар кедейлер болу керек болды. Дәл осы социалистік реализмнің талабына сәйкестендіріліп жазылған сияқты бұл романда. Өйткені оның басты кейіпкері Жамал Сәрсенбай байдың қызы, жалғыз қызы, ал оның ғашық болатын жігіті Ғали оқыған кедей адамның баласы. Ол жағымды кейіпкер. Ал тағы бір кейіпкер бар, Шолпан деген, бұл Жамалдың анасы, және оның осы Сәрсенбай байдың тоқалы екендігі де айтылып өтеді. Кейін Сәрсенбай не істейтін еді, өзі болыстыққа түскісі келіп, жұрттың азғыруына көніп, көмегі тиіп қалады-ау деген оймен Байжанмен құда болып, оның таз баласы, ақылсыз баласы Жұманға өзінің айдай сұлу Жамалын атастырып қоятын еді. Жамал бұл шешімге қанша көнгісі келмей туласа да, ол кезде әйелдің қалауы, оның таңдауы деген тыңдалмаған, яғни әкесі қандай шешім қабылдады, ол сол адамға тұрмысқа шығуға мәжбүр болды. Кейін барып Ғалимен екеуі бір-бірімен тіл табысып қашып кеткен кезде барып паналайтын жерлері осы Фатихолла деген татарды байдың үйі еді. Мұнда да бір жаңа ғашықтарға көмектескен бай адам бар еді, бірақ оның өзі қазақ емес, оның өзі татардың байы болып суреттеледі романда. Яғни сол кездегі байлардың малын күшпен тартып алып, қазақтың бай деген адамдарының бәрін жағымсыз қылып көрсетіп жатқан ұжымдастырудың кезеңінде жазылған шығарма үшін қазақтың байларының барлығын осындай атақ құмар, ақша құмар, билік үшін өзінің қызын да малға сата салатын кейіпте көрсету сол заманның талабы болды десек қателеспейміз. Дей тұрғанмен, әйел теңсіздігінің сол кезеңде қазақ қоғамында бар болғаны да өтірік емес. Енді мен бағана айтып өткенімдей, қазір кішкене тұмауратып отырғаныма байланысты тапсырмаларды үйге тапсырма ретінде қалдырамын. Мұнда 6 тапсырма берілген. Осы Бақытсыз жамал романы бойынша үйден романды оқып, осы 6 тапсырманы орындаймыз. Жазып дәптерге орындау міндетті емес, ауызша айтуға дайындалып келсек те болады. Келесі автор ол бізде Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлын да танымайтын адам жоқ шығар. Бірақ халықтың басым көпшілігі Бауыржан Момышұлын
ұлы отан соғысының батыры, даңқты қолбасшы ретінде білсе, біз әдебиетте оны жазушы ретінде танимыз. Бауыржан момышұлы ол кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Сонымен қатар ол осы өзінің соғыста жүріп көрген білгенін, соғысқа дейінгі өмірден түйгендерін және соғыстан кейінгі кезеңдегі болған басынан өткен оқиғаларын, офицердің күнделігі, біздің семья, ұшқан ұя, қанмен жазылған кітап, Москва үшін шайқас деген туындыларында және Жонарқа деген әңгімесінде суреттеп береді. Дәл осы өзінің әңгімелеріндегі барлық дерлік сюжет өзінің басынан өткен оқиғалар, Бауыржанның. Бауыржан момышұлы ұлы отан соғысы кезіндегі танымал болған генерал Панфиловтың қол астында болады. Кейін осы 316-шы атқыштар дивизиясын басқарады. Бұл дивизияда соғыс кезінде аса танымал болғандардың қатарында, өйткені Бауыржан момышұлының кейін өз шығармаларында айтылатындай, ол 5 рет қоршауда қалып, 5 ретте де сол жаудың қоршауын аман есен бұзып шығып, жанындағы өзінің қол астындағы әскерлерін қайтадан әкеліп осы дивизияға қатарға қосып отырған. Мұның барлығы да Бауыржанның әскери тактикасының мықтылығын, оның мықты психолог екендігін және қайтпас қайсар батыр екендігін көрсететін, дәлелдейтін дүниелер. Осы Бауыржан момышұлы туралы соғыс жүріп жатқан кезде ақ орыстың жазушысы Александр Бек Волоколамск тас жолы деген әйгілі еңбегін жазады. Бұл еңбекті жазу үшін ол бірнеше ай бойы осы Бауыржан момышұлының жанында жүреді, онымен бірге окопта да болады, соғыстың тауқыметін басынан бірге өткізеді. Сөйтіп жүріп, оның аузынан шыққан әрбір әңгімені жазып алып жүріп, осы Волоколамск тас жолын жазып шығады. Бұл еңбек өте танымал еңбек болды сол кезеңде. Сол арқылы Бауыржан момышұлының да есімі бүкіл кеңес одағына таралды. Кейіннен осы Бауыржан туралы Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» деген роман диалогын жазып шықты. Яғни мұнда ол автормен диалог құра отырып, автордың бала кезінен бастап қартайған шағына дейінгі өмір кезеңін суреттеп өтеді. Бұл еңбекте өз заманында да, қазіргі заманда да үлкен бағаға ие болған еңбектердің бірі. Осы ең мына соңында тұрған ақпарат тестте келу мүмкін сұрақтардың қатарында, яғни Бауыржан момышұлы туралы жазылған еңбектер деген сұрақ болуы мүмкін. Сонда осы жауаптарды белгілейміз. Волоколамск тас жолы Александр Бектің және Әзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңыз» кітаптарын. Бауыржан момышұлының енді халық арасына тарап кеткен, афоризмге айналып кеткен сөздері өте көп, яғни нақыл сөздері. Солардың бір төртеуі оқулықта берілген екен. Олар: соғыс жатқан жұмбақ, ерлік ер басына жүре бітетін қасиет, ар намыстың анасы тәрбие, білген адамға карта, жердің айнасы деген сөздер берілген. Дәл осы нақыл сөздердің мағынасын өзіміз іштей ойланып, дәптерге жазып жаттап аламыз. Момышұлының нақыл сөздері деген сұрақ келіп қалуы әбден мүмкін. 8-ші сыныпта берілген шығармасы «Ұшқан ұя» кітабы. Бұл этнографиялық бояуы қалың ғұмырбаяндық туынды. Бұл дегеніміз не? Ғұмырбаяндық туынды деген, яғни өзінің өмір баяны баяндалады. Ал этнографиялық бояуы қалың деген, этнография дегеніміз, этнографизм дегеніміз не? Ол біздің түп тамырымыз, ол біздің қазақы ұлттық құндылықтарымыз, біздің салт дәстүрлеріміз, әдет ғұрыптарымыз, дәл осындай тәрбие, ұлттық тәрбие, бұның барлығы этнографияға енеді. Сондай жағынан келгенде осы бояуы қалың, яғни тұнып тұрған ұлттық тәрбие мен ұлттық құндылықтарға құрылған кітап, бұл «Ұшқан ұя» кітабы. Бауыржан момышұлының өз анасы Разия 3 жасында қайтыс болып, әжесінің қолында өседі, әжесінің тәрбиесін алады. Сондағы сол тәрбие тал бесіктен басталады деген идеяны қозғайды бұл кітап. Сол ең өзінің кішкентай кезіндегі әкесі мен әжесінің арасында қарым-қатынас қандай болды, үйдегі әкенің рөлі қандай, ағаның рөлі қандай, келіннің, әженің рөлі қандай, үйдегі қыздардың рөлі, ұлдың рөлі қандай, оларға тәрбие қалай берілетіне, осының барлығы да өзінің басынан өткен оқиғаларды суреттеу арқылы көрсетіледі.
Сонымен қатар бұл шығармада тарихи кезеңдер 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс, кейіннен кеңес үкіметінің орнауы, ұжымдастыру кезеңі, дәл осы және тағы басқа осындай тарихи оқиғалар суреттеледі. Мысалы, бір ғана қарапайым мысал, ұжымдастыру жүріп жатқан кезде барлық малды санаққа алып жатып, сонда жаңағы 0,5, яғни жарты, бірдің жартысы дегенді қалай жазарларын білмей, бүкіл тілмаш бәрінің басы қатып отырғанда, яғни әкесі момыш барып 1/2 деп, яғни 2-ден 1 деп жазып береді да, міне 1-дің жартысы деген осылай жазады деп көрсететін бір эпизод бар. Содан ақ дәл осы эпизодтан біз нені байқаймыз? Ұжымдастырудың кезеңіндегі қалай жүргендігі, тарихи оқиғалар көрініп тұр. Екіншіден, сол замандағы сауаттылық деңгейі. Үшіншіден, әкесінің басқалардан гөрі сауаттырақ болғандығы деген сияқты. Бір эпизодтың өзінен бірнеше дүниені байқауға болады. Ұшқан ұя бойынша да шығарманы үйден оқып, мында көрсетілген 4 тапсырманы орындап келеміз. Үйге тапсырма осы. Келесі автор бұл Дулат Исабеков. Дулат Исабеков жазушы, журналист, драматург. Биыл ғана осы 1 ай бұрын беді қайтыс болған. Бұл кісінің жақында ғана қайтыс болды. Бертінге дейін, яғни көзі тірі классик жазушылардың қатарында еді. Оның тұңғыш әңгімесі Жолда деп аталады, тұңғыш жинағы Бекет деп аталады. Оның әңгімелерінің негізгі тақырыбы ауыл өмірі, қара шаңырақ, кемпірлер деген әңгімелер бар. Одан да басқа әңгімелер әрине өте көп. Бұл тек оқулықта берілгендері. Сүйекші, тіршілік, дермене, гауһартас тағы да басқа повестері бар. Қарғын деген әйгілі романы бар. Әпке, ескі үйдегі екі кездесу, Тор деген драмалық шығармалары бар. Бұлардан да бөлек оның драмалық шығармалары өте көп. Және бұл драмалық туындылар тек қана Қазақстанның емес, көршілес ТМД елдерінің сахналарында да сахналанып, қойылым ретінде қойылып келеді әлі күнге дейін. Дулат Исабековтың 8 сыныпта берілген шығармасы Әпке деп аталады, драма. Бұл драмалық туындыда негізгі кейіпкер Қамажай, ол сол әпкенің рөліндегі адам. Және оның 4 бауыры бар. Тимур, яғни Темірбек деген інісі, Омар деген інісі және Ермек деген інісі бар, ең кішкентай. Сонымен қатар ортада Назила деген сіңілісі бар. Бір үйдің 5 баласының басынан өткен тағдыр, және әсіресе аналары қайтыс болып, әкелері басқа отбасына кеткеннен кейін, осы үйдің бар тауқыметін мойнына алып қалған, бауырларымды өсіріп жеткізіп адам қылуым керек деген жүкті мойнына арқалап алған Қамажай әпке туралы шығарма, бұл драма. Кешірім сұраймын. Мұнда дәл осы 5 негізгі кейіпкерден бөлек қосалқы кейіпкерлер де бар. Ол Камила, Тимурдың ғашық қызы, және Қабен, Қамажайға ғашық жігіт. Әпке драмасын қайтадан бір оқимыз. Келесі автор ол Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаев туралы деректеріне экранда көрсетіліп тұр. Скрин жасап алып, жазып жаттап аламыз осы деректерді. Мұқағалидың 8 сыныпта берілген шығармасы Аққулар ұйықтағанда. Әрине, Аққулар ұйықтағанданы барлығымыз білеміз, өте жақсы білеміз.
Сонда да бір қайталап оқып шығамыз. Және осы аққулар ұйықтағанда бойынша мына тапсырманы орындаймыз. Бұл да үйге тапсырма. Оқиғаның композициялық құрылымы бойынша, яғни сюжеттер берілген, осыларды бір-бірімен сәйкестендіріп шығамыз. Бүгінгі сабақта айтайын деген әдебиет теориясы ол ирония. Бұл келемеш кекесін деген ұғымды білдіреді. Яғни біреуді мақтап тұрғандай көрінгенмен астарында әжуа кекесін басым болады. Мысалы, бір адам қатты білгішсініп отыратын болса, соған ой, сен өзі данышпан екенсің ғой деп айтатын болса, осындағы данышпан екенсің деген сөз оны бір керемет мақтап тұрған сияқты, бірақ астарында бір келемеш жатқаны бірден белгілі. Осы сияқты әдебиеттегі осындай қолданысты көркемдік құралды біз ирония деп айтамыз. Келесі бір теория оқулықтан алынған эллипсис деп аталады. Сөйлем ішінде немесе өлең шумағында атап айтпаса да түсінікті кейбір сөздерді әдейі жазбай тастап кету. Эллипсис дегеніміз яғни сөз тастап кету, оның орнына көп нүкте қоя салу, бір сөйлем мүшесін жазбай кету, немесе сөздерді ықшамдап жазу. Бұл көбінесе поэзияда кездесетін көркемдік тәсілдің түрі. Мұнда бүгінгі айтылған шығармаларға қатысты тест сұрақтары бар. Мен қазір тест сұрақтарын экраннан көрсетіп шығамын. Бұл тестті де үйден өздеріңіз орындайсыздар. Скрин жасап алуға болады, немесе кейін YouTube'дан видеоны қарап отырып тесттерді орындап шығуға болады. Артқа бір қайтарасыз ба? Ал, түсіріп ала ғой. Келесі. Мұнда сәйкестендіру сұрағы тұр. Дәл осындай сәйкестендіру сұрағы ұбт-да да бар. Пробный тапсырған кезде көрген шығарсыңдар. Осындай сәйкестендіру. Және ұбт-да фото сұрақтар да бар. Соңғы кездері қосылған еді. Сол фото сұрақтарға да назар аудару керек. Фотомен берілетін сұрақтар қандай болуы мүмкін екенін мен Қорқыт Атаны тақырыбын өткен кезде түсіндірген болатынмын. Егер сол сабаққа қатыспаған болсаңыздар, Қорқыт Атаның тақырыбындағы сабақты бір көріп шығуға болады. Сонда суретпен келетін сұрақтар қандай болуы мүмкін екені айтылған. Тестті түсіріп алсақ, әдебиеттен бүгінге осы тапсырмаларды үйден орындаймыз. Сұрақ бар ма?